Қазақ мемлекетінің құрылуы. 14-15 ғасырларда қазақ тайпалары кең байтақ жерлерді мекен еткен. Бұл тайпалар Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Моғолстан, Әбілхайыр хандығы сияқты мемлекеттердің құрамына кірген. Ішкі жанжал салдарынан әлсіреген Әбілхайыр хандығы сыртқы жауларға бар күшін салып қарсы тұра алмады. Жоңғарлар ең жақсы жайылымдарды жаулап алды, жерлерді басып алды. Үздіксіз соғыстар мен тартыстар хандықты әлсірете берді. Халық ханның оларды қорғай алмағанына ашынып, Әбілхайыр ханның қол астынан кете бастады. Керей мен Жәнібек сұлтандар қазақ тайпаларының басын қосып, көршілес Моғолстан мемлекетінің бөлігі Жетісу жерлеріне қоныс аударуды ұйымдастырды. 1465-66 жылдары Керей мен Жәнібек ордасы Қозыбасыда орналасқан қазақ хандығын құрды. Қазақ мемлекетін құру қазақ халқының бірігуіне себеп болды. Қазақтарда билікті рудың үлкеніне беру дәстүрі бар. Жас үлкен Керей таққа отырып хан атанды. Жәнібек оның кеңесшісі болып сайланды. Жаңадан құрылған мемлекеттің құрамына көрші мемлекеттердегі қазақтар көшіп келе бастады. Қазақ хандығының халқының саны артып, хандық нығая бастады. Алайда мемлекет құру оңайға түскен жоқ. Қазақ хандары көптеген жылдар бойы ата-бабаларының жерін иелену үшін жауларына қарсы соғыс жүргізді. Қазіргі Қазақстанның аумағы 15 ғасырда қазақ хандығы құрылған жерлер. Керей мен Жәнібектің қоныс аударуының арқасында қазақ халқының қазақ деген аты қалыптасты. Әрбір қазақ үшін мемлекет тәуелсіздіктің белгісі болып табылды.